Қадірменді тыңдарман, бүгінгі әңгімемізде жер қабылдамаған адам туралы баяндайтын боламыз. Әңгімеміз сіздерге ғибрат аларлықтай, жақсы ой саларлықтай болатынына сенеміз. Әлеуметтік желінің бірінде әлдебір бейбақтар Құдай жоқ, Быттыбай да Сыттыбай, арапшыл, исламшыл деп көсемсіп отыр екен. Соларды оқып таң қалдым. Былай қарасаң төрінен көрі жақын-ақ азаматтар, ал жазып отырған сөздері ақымақ баланың былдырынан бетер. Мен мұндай кісілерді бұрын да көрген едім. Самарқанға жақын аудандардың бірі Бұлыңғыр ауданы. Сол ауданға қарасты Қарамойын деген жер бар еді. Ол жерде негізінен қыпшақтар мен қоңыраттар мекендейтін. Біздің анамыздың жалғыз сіңлісі сол жақтағы бір ауылда тұрды. Ауылдың аты қазір есімде жоқ. Бала кезімде жаз болса Самарқанға барып, сол ауылдағы бөлелеріміздікінде көп болатынмын. Сонда көресіні көбіне әпкемізге көршілес тұратын, менімен аттас тарихшы мұғалімнен көретінбіз. Бізді бар болғаны руымыз қожа болған үшін жек көріп, қараптан қарап дінімізге тиісетін, сөгетін. Әрі-беріден соң Құдайды боқтап балағаттайтын. Ол кісі сол ауылдағы ең белсенді атеист, коммунист, пропагандист белсенді еді. Жұрт біреудің жаназасын шығарып жатса, жаназамен жағаласып, Құран оқып отырса, өлең айтып, елді ығыр ететін. Біреу А десе Б деп бүйректен сирақ шығарып жүретін. Біреу бірдеңе десе арыз жазып, әбден итін шығаратын. Жұрт қорыққаннан көніп, оған мұның не дей алмайтын. Ол кісінің ұмытпасам 5-6 ұлы болды. Ұлдары әкелерінің ерсі әрекеттерінен ит болғаны, әбден ығыры шыққаны сонша, ақыры ол кісіні тыңдамайтын. Мен 9-шы сыныпты бітіріп Самарқанға бардым. Бірақ ол кезде әпкемізге болмашыға өкпелеп, алаңсыз араласпай кеткен едім. Балалық қой, бір жолы әпкеміз іздеп келіп, арнайы шақырып кеткен екен. Мен сонда да бармай қалдым. Ұят болады, ұят деп даңғырлап жүріп, менің бәрібір бармасымды білген соң, менің орныма ағам кетті. Ол кісі туғаннан сол жақта тұрып, әбден өзбекленіп алған, дәстүрге аса берік кісі, әлі де сол. Ағамыз әпкенің үйінен ол күні қайтпады. Ауыл мен ауданның арасы алыста емес еді, бірақ қонуға келмеді. Анамыз уайымдап, түннің бір уағына дейін күттік, келмеді. Ертесіне түс ауа бірақ оралды. Түтігіп кеткен, түрі тіпті шаршаңқы. Оны көріп жеңгеміз де шығарға жан қалмады. Жүгіріп жүріп шай даярлап, ағамыз жуынып шайынып келгенше, бәріміз дастархан басына жиналып күтіп отырдық. Сонда ағамыз кешіккен себебін айтып берді. Әлгі тарихшы атеист кісінің 10 шақты қойы болатын. Ол кісі оны не көбейтпейтін, не кемітпейтін. Сол қойлары менің ағам барардан бір күн бұрын жоқ болып кетеді. Балаларына іздеңдер десе тыңдамайды. Содан ашуланып, бір бөтелкеге шалап құйып алып, дәшті жаққа қарай қойларын іздеп шығады. Ол жақтағы өзбектер кең даланы дәшті дейтін. Содан бұл кісі кешке оралмайды. Ертесіне күн сәріде бірақ келеді. Не түр, не рең жоқ. Шөлден тілі ісіп, аузына сыймай салақтап кеткен. Екі көзі қанталап, қып-қызыл болған. Сірә адасып, жетек-жетелеп кеткен болса керек. Келе салып, шелектегі суға жармасады. Бір шелек суды сарқып ішеді де сылқ құлайды. Содан балалары көтеріп төсекке жатқызады. Бірақ ол кісі еш тілге келе алмайды. Аласұрып, едірен қағып, ұмтылып, бір нәрсе айтпақ болады, бірақ онысын ешкім түсінбейді. Араға бірнеше сағат салып, сол едіреңдеген күйі жүріп кетеді. Өзбектерде бір дәстүр бар. Адам өлсе, сүйегі суымай тұрып жерлейді. Бұл кісіні де 5-інде оқып, намаздыгерге дейін көмбек болады. Сөйтіп, жаназасын шығарып, қабірстанға көтерісіп апарады. Қазаның үстінде барып қалған соң, біздің ағада жаназаға қатысып, қабір басына барады.
Ол жердің жері жұмсақ, құмшауыт келеді. Сондықтан қабірді лақатсыз жарма қылып қазады екен. Сол жарма қабірге әлгі кісіні қойса, қойған сәтте қабірдің екі жағынан құм сусып, мәйітті жердің үстіне шығарып тастайды. Адамдар екінші қабірді қазады. Онда да осы оқиға қайталанады. Жаназаға жиналған жамағат дүрлігіп кетеді. Молда оларды тыныштандырып, үшінші жерден қабір қаздырады. Бұл жолы да тап солай болады. Ағамыз айтады, жер ыңырсып кетті. Онысының рас өтірігін кім білген? Төртінші қабірде әлгі кісіні қабыл етпейді. Болмаған соң мәйітті жерге жатқызып, үстіне топырақ үйеді. Балалардың бұған көнбеске шарасы да қалмайды. Сөйтіп ел тарап кетеді. Кешке қышлақ ішінде аяқ астынан жұрт азан-қазан болады. Ағам да жұртпен бірге далаға жүгіріп шықса, әлгі кісінің сүйегін қасқыр, не шибөрі емес, кәдімгі ауылдың иттері көкпар қылып тартып жатыр екен. Жұрт иттерден мәйітті тартып алады. Арасында біздің аға да болады. Содан барша жұрт ақылдасып, бұдан да сор, бұдан да масқара болмас үшін крематорийге салып, өртеп жіберу үшін түн жамылып, мәйітті Самарқанға аттандырады. Жұрт иттерден мәйітті тартып алады. Арасында біздің аға да бар. Содан барша жұрт ақылдасып, бұдан да сор, бұдан да масқара болмас үшін крематорийге салып, өртеп жіберу керек деп түн жамылып, мәйітті Самарқанға аттандырады. Ағам содан шошынып, түтігіп келген екен. Апамыз оны дереу ұшықтап, су ішкізіп, есін жинатып, пақыр сондай адам еді. Жер екеш жерде қабылдамаған екен-ау, деді. Мен сонда апамыздан, жер қабылдамау деген не? Деп сұрадым. Апамыз, бұл болып тұратын уақиға. Құдайдың қарғысы атқан адамды жер қабыл етпейді, шығарып тастайды, деген еді. Уақыт өте, мен әпкемізді іздеп, сәлем бермекке сол ауылға бардым. Жездеміз де, әпкеміз де біраз қарыған екен. Содан сол уақиғаны еске түсіріп, балалары не болды? Деп сұрадым. Балалары елдің бетіне қарауға беттері шыдамай, толық көшіп кетіпті. Әлгі кісінің даңғарадай кең ауласы, үй жайы түгел қаңырап бос қалыпты. Ырымшыл өзбек халқы бәлелі жердің затын алмақ түгілі топырағын да басудан қорқып, үй маңын қара сорамен қайдағы бір ну басып қалыпты. Бала кезді еске алмаққа барып көріп едім. Адам тұрмаған соң үйде қора қопсы да әбден азып тозып аңырайып тұрды. Біз алмасын үзіп алып, ұрлап қашатын кәрі алма әбден қартайып, сора-сорасы шығып әлі тұр екен. Жемісінде есеп жоқ. Бірақ оған адам тимек тұрмақ құс та қонбайды екен. Болмаса бұл түс шығалмай еді. Әлі піспей тұрып шырын болатын. Біз оны қант алма дейтін едік. Бәрі де қараң қалыпты. Себебі бұл үйдің иесін жер қабылдамаған. Мен жұртқа діншіл, әсіре болыңдар демеймін, бірақ Құдайдан қорқыңдар. Құдайдан қорықпағаннан қорқыңдар деймін. Себебі Құдайсыз қурайдың басы да сынбайды. Қанша қашсақ та барар жеріміз оның алды.